Сәлеметсіздер ме? Қарағанды облысы білім бөлімінің Балқаш қаласы Әлихан Бөкейханов атындағы нөмір 15-ші мектеп лицейінің химия пәнінің мұғалімі мен Ақтанова Бақытгүл Болатқызы сіздерге 8-ші сыныптың металдардың тұз ерітінділері мен реакциялары және 3-ші көрсетілім тұз ерітінділері мен металдарды ығыстыру мен сіздерді таныстырғым келеді. Сол жөнінде дәріс беремін. Яғни осы тақырып бойынша оқу мақсаты металдардың тұз ерітінділерімен әрекеттесуінің жоспарын жасау және жүргізу. Сабақтың мақсаты, оқу мақсаты бойынша сабақ мақсаты металдардың тұз ерітінділерімен реакциялары. Металдардың тұз ерітінділерімен әрекеттесуінің жоспарын құру және жүргізу. Енді біз өткен тақырып бойынша металдардың оттегімен, сумен, қышқылдармен әрекеттесу қасиеттермен танысқан болатынбыз. Сол бойынша білімдеріңізді тексеріп алу үшін мен сіздерге мынандай химия сәндесіндегі ойынды ұсынғым келеді. Жақсы, бірінші, бұл жерде сәйкестендіру. Яғни мына жерде жауап бар тұр, мына жерде химиялық реакция. Сумен әрекеттесу. Қай реакцияда сумен реакцияласу тұр? Әрине ол бізде белсенді металдар, сілкінді металл, калий сумен не істейді екен? Жақсы әрекеттеседі. Екінші, бізде тотығу дейді. Тотығу реакциясы. Тотығу реакциясы, яғни алюминий не істейді? Оттекпен әрекеттесіп, алюминий F3 оксидін түзеді, ол бізде тотығу реакциясы. Үшінші, коррозияға ұшырайтын, яғни қатпасатын бізде металл өте тез ұшырайтын, ол сумен оттектің қатысында жүреді. Сондықтан да машиналардың, көліктердің барлығын неде шабық жерде ұстауымыз керек. Өйткені ауада оттек бар, ауада су болады. Сондықтан коррозияға төзімді бізде не екен? Темір. Жақсы, тексереміз. Енді мына қазір химиялық реакциялардың ішіндегі металдардың қышқылдардың ерітіндісімен әрекеттесу реакциясы. Қалай? Күкірт қышқылының ерітіндісімен әрекеттесе ме? Иә және жоқ деген жауап. Қышқыл тәсілі әрекеттеседі. Себебі ол белсенділігі бойынша сутектің алдында орналасқан. Неге күкірт қышқылының ерітіндісімен әрекеттесе ме? Иә. Ол да алдында, сутектің алдында нестеген орналасқан. Енді сынап, күкірт қышқылының ерітіндісімен әрекеттесе ме? Ерітіндісімен. Иә, дұрыс айтасыздар, әрекеттеспейді. Себебі сынап сутектен кейін белсенділік қатарда тұрғанын сіздер білесіздер. Жоқ. Енді күміс тұз қышқылының ерітіндісімен де концентрациясымен де қалай әрекеттесуші? Әрине не істейді? Әрекеттеспейді. Өйткені бұл да белсенділігі өте төмен сутектен кейінгі белсенділік қатарында орналасқан металл. Сондықтан да бұл да жоқ деген сөз. Жақсы, енді балалар, мен сіздерге мынандай тапсырманы түсіндірейін. Бұл жерде металдар берілген. Осы металдар өздерінің активтілігіне байланысты, белсенділігіне байланысты қандай қасиетке ие. Жақсы, бірінші. Кейін қыздырғанда қыздыратын болса, ауадағы оттектің тұтығып, түскен естейді, өзгерді. Екінші, сумен әрекеттесетін сізді және ол сутек бөледі. Жақсы, ол бізде жаңа қысқаны көрді, енді ол бізде қайсы екен? Жақсы, ауада баяу тотығып, қат түзеді. Ол қай металл? Ол енді тотықпайды, инертті өзінің қанша жыл жерде жатса да, қанша жыл ауада топырақта болса да, өзгермейтін, еш әрекеттеспейтін, ең белсенді металл. Балалар, енді мен сендерге жасанды интеллект арқылы мәтін бойынша жұмбақ тапсырма беремін. Ал соны ойланып көрейік.
Бірінші тапсырма берілген металдарды белсенділігі бойынша дұрыс орналастырып атаңдар. Әртүрлі қасиеттері. Дұрыс жауабы натрий, магний, алюминий, ферро, купро. Берілген қасиеттерге негізделе отырып, алюминий, алтын және натрий металдарын анықта. Металл ұшақ жасауда, конфет қаптарында қолданады. Сұйылтылған тұз қышқылымен баяу әрекеттеседі. Бұл алюминий. Металлы жоғары химиялық белсенділігі үшін керосин ішінде сақталады, тұз қышқылымен өте қарқынды реакцияға түседі. Бұл натрий. Металлы сары түсті бағалы металл және қышқыл ерітінділермен әрекеттеспейді. Бұл алтын. Мәтін. Нұрболат ағай қыс айларында машинасын есік алдына қояды. Ол бір күні машинасының есіктерінен аттың іздерін байқады. Бірақ машинасының есіктерінен неліктен темірлі бола бастағанын түсінбеді. Темірдің тез тап басуына не себеп болатынын төмендегі жауаптан анықтаңыз. А. Темір оттегінде тотығыздаттанады. Б. Ауадағы лас газдардан болады. С. Коррозия тек судан болады. Д. Темір қосылған су қосылған оттек шығады. Темір таты. Дұрыс жауабы соңғы Д нұсқасы. Металдардың маңызды қасиеттерінің бірі ол тұз ерітінділердің әрекеттесуі. Яғни белсенділік қатарына қарай металдар тұз ерітінділерімен әрекеттесе ме, әрекеттеспей ме, мүмкіндігін естеуге болады, болжауға болады. Ал қарайық, ондай болса, мыс сульфатының ерітіндісімен мырышты қосқан кезде, мыс қайда орналасқан, мырыш қайда орналасқан. Осы белсенділік қатарды Николай Николаевич Бекетов барлық металдардың қасиеттерін зерттей отырып ұсынған. Яғни бұл жерде бізде мыс қайда орналасты, ал мырыш қайда, алдыңғы жағында. Яғни мырыш мысқа қарағанда белсенді. Ерітіндіге мырыш өтіп, өзінің электрондарын береді да, мырыш сульфатының ерітіндісі, яғни мырыш катион түседі. Ал мыс сол электрондардың өзіне қосып алып, мыстың атомына не істейді екен? Айнықтайды. Яғни мыс бөлініп шығады. Екінші, мырыш сульфатына мысты қосып. Қараймыз, мыс бізде мына жерде тұр. Мырыш бізде қайсында тұр? Мында тұр. Яғни бұл жерде мырыш алдында тұрғандықтан мыстың, ол ерітінде тұрған мырыш белсендірек. Ол мысқа не істемейді екен? Орнын бермейді. Реакция жүрмейді, яғни істемейді, әрекеттеспейді. Енді осы кестені пайдаланып отырып, біз тағы да мына реакцияларға қарайық. Барий қорғасын хлоридімен қорғасыз. Барий бізде алдында қорғасын одан кейін. Яғни барий қорғасының орнын істемейді, басақ. Нәтижесінде барий хлориді осыдан қорғасын сөндіреді, орнысы процесс. Екінші, мырыш пен темір сульфатының ерітіндісін қараймыз. Мырыш бізде мында тұр, темір мында. Жақын болса да темірге қарағанда мырыш белсенді. Яғни мырыш темірдің орнын істейді, басады. Нәтижесінде цинк өсетілді, яғни ерітіндісі қосылған темір нешеде бөлініп шығады, бұл да орнысы реакциясына жатады. Енді бүгінгі тақырып бойынша, үшінші көрсетілім бойынша біз металдарды зерттеу көрейік. Ол үшін тұз ерітінділі металдардың қысылу, яғни мақсаты белсенділік металдардың төмен металдардың тұздарының қалай ұғыстыратындығын көреміз және оны түсінеміз. Қандай реактивтер қажет? Мырыш, темір, мыс. Мырыш, темір және мыс. Мырыш. Бұл біздің ұнтақтарын естеген берілген. Сонымен бізге ерітінділер берілген. Ол қорғасын нитраты, күміс нитраты және мыс нитраты, содан магний хлориді. Енді бұл жерде осы ерітінділердің біз қасиеттерін жақсы білуіміз керек. Жақсы. Тәжірибе бойынша құбылыстарды, теңдеулерді жазуды ұмытпа. Не байқалды? Реакция теңдеу және қорытындыны жазуды ұмытпаңыз. Тәжірибе жасамас бұрын әуелі қандай қауіпсіздік ережелерін сақтауымыз қажет. Әрине біз металдармен жұмыс істеп тұрғандықтан
металдардың қасиетін білуіміз керек. Олардың белсенділігінде, олардың барлық көзге түсіп кетпеу, қолға жарақат алмауын біз жақсы меңгеруіміз керек. Сонымен бірге мына жерде бізде тұстар. Былай қарасаңыз, мына қорғасын, күміс деген өте ауыр металдардың ерітінділері. Бұлар ерітінді күйінде су сияқты, түссіз. Ол ағзаға кететін болса, олардың ағзадан шығуы өте қиын. Сондықтан да біз бұл ерітінділермен жұмыс істегенде өте сақ болуымыз керек. Яғни ол біздің ағзамызға түсіп кетпеуін қадағалауымыз қажет. Жақсы. Енді қандай қорғаныс құралдары зертханада болған? Қорғаныс құралдары ол бізде өрт сөндіргіш және аптечка қобдишасы болу керек. Ол біздің кабинетімізде бар. Зертхананың қауіпсіздік үшін қандай киім қажет? Әрине, қандай да бір зертхана практикалық демонстрация, яғни көрсетілім болса да, біздің үстімізге ақ халат киюіміз керек, қолымызға қолғап және көзімізге әйнек көзілдірігін киюіміз қажет. Жақсы, енді біз бірінші тәжірибеге қараймыз. Петри табақшасы, яғни молды демон, табақшасына темір шегені салып, оған мұз сульфатының ерітіндісін қосыңыз. Қараймыз, ол бізде мұз сульфаты. Мұз сульфатына қазір біз қол құямыз бірінші табақшаға мұз сульфатын. Және біз оған темірдің шегесі бар бізде, сол темірдің шегесін істейміз, саламыз. Реакция жүрмей ме, жүре ме? Сіздер оны бақылап тұрасыздар. Біреуінде салуға болады, немесе бірнеше. Енді беріп бұл жерде, яғни мұз сульфатының ерітіндісіне темір қосқан кезде белсенділік қатарында темір мыстың алдында не істеген? Орналасқан. Сондықтан да темір мысты ығыстырып, мыс не істейді? Жеке шығады. Оның шыққанын ал енді мына жерде тәжірибеге қарайық. Міне мынау бізде сіздерге дайындап уже жасап қойдық жаңа. Сол мыстың, темірдің үстін, яғни мыстың сары ұнтақтары не істеп жатыр? Қаптап жатыр. Яғни бұл ерітіндідегі мыстың бөлінгендігін көрсетеді. Жақсы. Енді келесі тәжірибе номер 2. Стақанға мыс пластинкасын салып, оған магний хлоридін қосады. Стақан, оған біз қазір мыс пластинкасын саламыз. Мына бізде мыс пластинкасы, соған магний хлоридін қосады. Енді бұл реакция жүре ме, жүрмей ме? Сіздер өздеріңіз оны ойланып отырыңыздар және тәжірибе барысында көреміз. Мына белсенділік қатарына қарап отырсаңыздар, реакция дейді, магнийдің орнын мыс не істемейді дейді, баспайды. Реакцияны біз жұмыс барысында көреміз. Жақсы, енді бізде келесі үшінші тәжірибеміз. Онда жаңағы Петри табақшасына күміс металдың ерітіндісін аламыз және соған мыс сымдарын істейміз, саламыз. Жақсы, бұл кезде күміс металды берілмейді. Мен өте жақсы көрініп тұру үшін осы тяжкий Петри табақшасын жақсы қолданғанды дұрыс деп ойлаймын. Енді осыған апарып біз қазір мыс сымдарын саламыз. Бірнешеуін салуға болады, екеуін салуға болады, немесе мынандай түйіндерінде салуға. Реакция жүруі мүмкін бар. Қалай көресіңіз? Қарай. Онда да біз теориялық мәліметті сүйеніп, мыс және күміс металл. Мыс бізде мына жерде тұр. Күміс одан кейін қалады. Яғни мыс күмістің орнын не істеу керек? Басу керек. Оның басу реакциясы шығып, нәтижесінде мыс өзінің электрондарын беріп, мыстың эквивалентті нитратына айналады. Күміс оны электронға қосылып, яғни күміс құмыға түсу қажет. Міне оны сіздер мына жерден көруге болады. Ал келіңіздер мына жерде қараңыздар. Мына жерде тұрған бізде мыс. Әрине бұны кішкене жаңа жасадық ертеректеу. Мыстың үстіңгі жағын не қаптап тұр? Күміс. Ол қайдан өтті? Ол ерітіндідегі, яғни мынаның ішіндегі ерітіндідегі күміс бөлініп шықты. Міне осылай орын басу реакциясын көруге болады. Жақсы. Енді тәжірибе номер 4. Төртінші тәжірибеде
біз петри қорғасын аламыз да қорғасын екі істеп қорғасын яғни осы қорғасында тұратын не болса дейді мырыш ұнтақтарын өтеді ал қарайық маршруттарының не арқылы да салуға болады. Реакция барысында қандай реакция жүреді. Орнын басады ма маршрут қорғасын баспайды ма? Яғни мырыш белсенді болғандықтан қорғасынға қарағанда қорғасын орны басып нәтижесінде қорғасы қосылған ал енді мына жерге көзіне қарайық. Мына жерде бізде мырыштың орнын, яғни мырыш қорғасын тұратын құрамындағы қорғасының бөлінген мырыштың сүтін қаптағанын қара сұр түсті қорғасынды көруге болады. Енді мына жерде бізде реакция жүрген жоқ. Сіздер қарап отырғандай, өйткені бұл жерде ерітіндідегі магний қандай екен? Өте белсенді металл болғандықтан ол мысқа орнын бастырған жоқ. Жақсы, теория мен тәжірибе бойынша көріп дәлелдегеніміздей металдар, яғни белсенді металдар, белсенділігі төмен металдардың тұздарына орнын не істейді екен? Ығыстырады. Ондай болса, сіздерге мен мынандай теңдеуді ұсынамын. Яғни осы жерде қарап отырып, біз кері реакция жүрмейді. Егер мырышқа алюминий хлоридінің ерітіндісін салатын болсақ, реакция не істейді? Жүрмейді. Оны белсенді қатарында көруге болады. Міне бізде мырыштың алюминийдің алдында тұрғандықтан, ол өзінің орнын істейді, шығарып бермейді. Екінші хром никель сульфатының ерітіндісіне қосылады. Нәтижесінде хромның моназиты алдырылған, никель одан кейін орналасқан. Яғни реакция болып алюминийден не істейді? Жүреді. Үшінші, марганец кальций хлоридінің ерітіндісінен қалай жүреді? Марганец бізде мынау кальцийіміз оның алдында тұр. Яғни марганецқа қарағанда кальций белсенді болғандықтан, ол орналасу реакциясы мұнда реакцияға түспейді. Өйткені марганецтің белсенділігі кальцийге қарағанда төмен. Және магний алюминий сульфатымен әрекеттескен кезде алюминий алдында магний тұтқандықтан нәтижесінде алюминий және магний сульфатының ерітіндісі түзіледі. Енді балалар, мен сендерге осы бір жақсы жұмбақ тапсырма мәтін бергім келеді. Сіздер сол мәтінді оқыңыздар және осы жерде А, Б, С металдарын береді. Қалай ойлайсыздар? Қай металл деп анықтауға болады? Бұл сіздерге жұмбақ тапсырма. Ойланып көрейік. Жақсы, қарайық. Мына кітабы. А бізде қайсы екен? Күміс, В күмір, С натрий. Жақсы, тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.